Досыңа опалы бол. Жаңа дос табу деген сөз ескі достарыңды өміріңнен мүлдем сызып таста деген сөз емес. Тек тірлігіңе кері әсер келтіретін жандардан алшақта, ара қашықтық сақта, олардың теріс ықпалына түсіп қалудан абай бол дегенді білдіреді. Өзің өзгеріп, бойыңда жақсы дағдылар қалыптаса бастағаннан кейін, бұрынғы дос жарандарыңның да өзгеруіне ықпал етуді ойла. Бұл сенің ескі достар алдындағы опалы борышың. Қандай жетістікке жетсең де ескі достарыңды ұмытпа. Қазақтың жорға мінген жолдасына қарамайды. Немесе жаман атқа жал бітсе, жанына торсық байлатпас. Жаман адамға мал бітсе, жанына қоңсы қондырмас деген мақалдары досқа опалы болуға, құлағанға тіреу болуға шақырады. Бірақ бәрін бірден өзгертемін деу бос әуре. Әуелі өзің жақсы ісіңмен үлгі бол. Жақсы жаққа бет бұруға достарың арасындағы бейімдісін таңдап, өзгеруіне көмектес, қол ұшын бер. Жаңа достарыңмен таныстыр. Оқыған кітаптарыңды сыйға тарт, пайдалы курстардың есігін көрсет. Олар сенің өзгергеніңді көріп, оған куә болған жағдайда өздері-ақ саған ұқсауға тырысады. Жоғарыда адам миында адам нейрондарының бар екендігін айттық. Бұл нейрон арқылы адам көргенін қайталауға бейсаналы түрде әрекет етеді. Мінсіз дос іздеме. Әр адамның өзіне тән әлсіз тұстары, қате әрекеттері боларды. Бастысы жақсы жақтары көп, ізгі ойлы, кемелденуге ниетті адамдарды кездестірсең, ондай жандармен дос болудан, жақын араласудан қашпа. Қатесіз дос іздеген адам түбінде доссыз қалатынын ұмытпа. 100 адам өлтірген кісінің тәубесі. 100 адам өлтіріп тәубе еткен пенденің хикаясын хадис ретінде талай рет естіген боларсыз. Тақырыбымызға қатысты болғандықтан қысқаша тағы бір қайырып өтейік. Ислам діні келгенге дейін көне заманда 99 адамды өлтірген қандықол қарақшы тәубе етіп, қалған өмірін жақсы жаққа өзгерткісі келеді. Сөйтіп, заманның ең білгір дін атамына барып, жағдайын айтып, 99 адамның қанын мойнына жүктегенін, соған тәубе еткісі келетінін, оның қабыл болып болмайтындығын білгісі келеді. Ғалым, адам өлтіру ауыр күнә екендігін алға тартып, тәубе жасаған жағдайда да оның қабыл болмайтындығын жеткізеді. Ашуланған қарақшы, ақыры тәубем қабыл болмаса, мені тозақ күтіп тұр екен, деп әлгі дін адамын да өлтіргендердің санын 100-ге жеткізеді. Алайда, мазалаған ар ожданы оны басқа бір дін ғұламасына алып келеді. Болған жағдайды мұқият тыңдаған дін ғұламасы, күнәң қанша жерден ауыр болса да, Алланың рақымы одан да үлкен. Жаратқан мен тәубенің арасына ешкім бөгет бола алмайды. Шынайы тәубе сөзсіз қабыл болады, дейді. Бірақ ол тұрып жатқан ел қатты бұзылғандықтан, онда жүріс дұрыс жолға түсу қиын екенін ескертеді. Өзгергің келсе, ол елден көш, жақсы адамдар мекенетін жерге бар, дейді. Қарақшы ғұламалының кеңесіне құлақ түзіп, ізгілер еліне қоныс аудару үшін алыс сапарға шығады. Бірақ тағдырдың жазғанын қараңыз. Әлгі кісі жарты жолда ажалы жетіп қайтыс болады. Рухы кімге берілетіндігі турасында рақым періштелері мен азап періштелері арасында келіспеушілік туындайды. Рақым періштелері қайтыс болған кісінің Аллаға шынайғы тәубе етіп, ізгілікке бет бұрғандығын, ал азап періштелері болса, әлем іс жүзінде ізгілік жасамағандығын алға тартады. Оқиғаға бір періште төрелік етеді. Ол қарақшының бұрынғы елі мен ниет етіп шыққан ізгілер мекенінің қайсысына жақынырақ жерде жан тәсілім еткен болса, сол жаққа лайық екендігін үкім кесіп төрелік айтады. Нәтижесінде қарақшының жан тәсілім еткен орны ниет етіп шыққан ізгілер мекеніне бір қадам жақын болып шығады. Рухы рақым періштелеріне беріледі. Бұл қиссадан түйетініміз, қарақшы тұрып жатқан жерінде бәлкім бітпейтін соғыс жүріп жатуы, немесе кісі өлімі оңай жүзеге асатын басқа бір жағдай болуы мүмкін. Сондықтан ғұлама оның өзгеруіне бөгет бола алатын бұзылған елден кетіп, ізгілер мекеніне кешуіне ықпал етті. Олай болса, сен де өзгеруің үшін ортаңа дос жарандарыңа мән бер. Тапсырма. Ең жақын араласатын достарыңның есімін жаз. Олардың ішінен саған теріс әсер беретін жолдастарыңды анықта. Рухани 40 қағида. Бірінші қағида. Жүрегіміздегі жаратушының кім екені.
Жаратқанды қалай танығанымыз, өзіміздің кім екенімізді көрсететін айна тәрізді. Құдайды еске алғанда ойыңа бірден қорқыныш ұялататын бір болмысты елестетіңіз. Демек, сіз көбінесе қорқыныш пен ұят басым. Ал егер Құдай деген кезде ойыңа бірден махаббат, мейірім және қамқорлық келсе, демек бойыңда осы сипаттар мол болғаны. Екінші қағида. Хақ жолында жүру ақылдың емес, жүректің ісі. Ақ пен қараны ажырататын нәрсе иығыңдағы бас емес, кеудеңдегі жүрек. Нәпсісін өлтірушілерден емес, қыр сырын білушілерден бол. Үшінші қағида. Құранды 4 деңгейде оқуға болады. Алғашқы деңгейі сыртқы мағынасы, одан кейін ішкі мағынасы, үшіншісі ішкінің ішіндегі мағынасы, төртіншісі деңгейдің тереңдігі, сондай оны түсінуге сөз құдіреті жетпейді. Төртінші қағида. Ғаламның әрбір түйірінен Алланың сипаттарын көруге болады. Өйткені ол мешітте, шіркеуде, синагогада емес, білімімен, құдіретімен әрбір сәтте, әрбір жерде. Алланы көріп өмір сүрген ешкім болмағаны секілді, Алланы көріп өліп кеткенде ешкім жоқ. Кім оны тапса, мәңгілік соның құзырында қалады. Бесінші қағида. Ақылдың өлшемі мен ғашықтың өлшемі басқа. Ақыл өте сақ. Әр қадамын сақтықпен жасайды. Байқа, өзіңе абай бол деп ескертіп отырады. Ал ғашықтық олай емес. Оның айтатыны аянба, өзіңді аяма. Ақыл оңайлықпен беріле қоймайды. Ғашықтық болса өзін тежей алмайды. Морт кетеді. Өйткені құпия қазыналар қирандының астында болатыны тәрізді, басты құпия жаралы жүректе жасырулы. Алтыншы қағида. Бұл дүниедегі дау-дамай мен өрттей өшпенділіктің көбі тілден. Өзіңе ие бол, бос сөзге мән берме. Ғашықтық мәселесінде тіл құдіреті жүрмейтіні айтпаса да түсінікті. Ғашықтың тілі тілсіз тіл. Жетінші қағида. Бұл дүниеде оқшауланып, тек өз даусыңның жаңғырығын естумен ақиқатқа жете алмайсың. Өзіңді тек өзгелердің айнасынан толық көре аласың. Сегізінші қағида. Басыңа не келіп, не кетсе де үмітсіздікке ұрынба. Бүкіл есіктер жабылса да, ақырында ол саған ешкім білмейтін құпия соқпақ ашады. Сен оны көре алмасаң да, тар соқпақтың ар жағында қаншама жәннат бақшалары бар. Шүкір ет. Қалағанға қол жеткенде шүкір ету оңай. Сопы қалағанына қолы жете алмаса да шүкір ете білгетін жан. Тоғызыншы қағида. Сабыр ету күту емес, көрген бола білу. Тікенге қарап гүлді, түнге қарап күндізді көре білу сабыр деп аталады. Аллаға ғашық құлдар сабырды бейне бір тәттіні сорғандай бірте-бірте сорып қорытады. Олар жаңа туған айдың толған айға айналуына уақыт керек екенін өте жақсы біледі. 10-шы қағида. Шығыс болсын, мейлі батыс болсын, мейлі солтүстік немесе оңтүстік болсын, қай жаққа бет алсаң да, әрбір сапарыңды жан дүниеңе жасалған саяхат деп біл. Өзінің көңіл әлеміне, жан дүниесіне саяхат жасаған кісі түптің түбінде жер жүзін шарлайтыны анық. 11-ші қағида. Толғатпай жатып бала туы жоқ екенін әрбір ата-ана өте жақсы біледі. Өзіңнен жасаған саф, тап-таза өзіңді шығару үшін небір қиындықтар мен толғақтар, ауыр азаптарға дайын болуың керек. 12-ші қағида. Ғашықтық бір сапар. Осы сапарға жолға шыққан әрбір жолаушы қаласа да, қаламаса да бастан бақайшына дейін өзгереді. Осы сапарға шығып өзгермей қалған бірде-бір пенде жоқ. 13-ші қағида. Мына әлемдегі өтірік қажы, жалған ұстаз, көз бояушы шейхтардың саны өте көп. Шынайы көз жолбасшы шәкірттерін өзіне қайран қалдырумен айналыспайды. Керісінше, сені ішкі әлеміңе үңілуіңе, әрі нәпсіңді жеңіп, өзіңдегі ғажайып қабілеттерді жеке-жеке жетілдіруге бағыттайды. 14-ші қағида. Хақ тағала алдыңнан шығарған түрлі өзгерістерге тіресіп, уақыт өткізгенше мойынсын. Тіршілік ағыны сенен басқа жақта емес, өзіңмен бірге ақсын. Жүйем бұзылады, тыныс тіршілігімнің асты үстіне түседі деп уайымдама. Бәлкім өмір тіршілігінің асты үстінен жасырақ шығар, қайдан білесің? 15-ші қағида. Алла
әрдайым біздің ішкі және сыртқы әлемімізді сәт сайын кемелдендіруде. Әрқайсымыз жеке-жеке кемеліне келген өнер туындысымыз. Алдымыздан шыққан әрбір оқиға, көлденең шыққан әрбір кедергі кем-кетігімізді толықтыру үшін жоспарланған. Раббымыз әрбір кемшілігімізбен жеке-жеке айналысады. Өйткені адам атты туынды кемшіліксіз болуға тиіс ғажайып жаратылыс. 16 қағида. Алла кемшіліксіз, оны жақсы көру, сүю оңай. Ең қиыны қателігі мен артықшылығы қатар жүретін пәни пенденің жақсы көріп сүйе білу. Кісі не нәрсені қалай сүйсе, оны тек сол деңгейде ғана танитынын еш ұмытпа. Демек, өзгелерге риясыз, құшақ ашпастан, жаратқан үшін жаратылғандарды жақсы көрместен ешкімді лайықты түрде таниды, сүйе де алмайсың. 17 қағида. Негізінде дақ сыртта емес, іште, киімде емес, жүректе болады. Одан басқа жұққан кез келген кір, түскен дақ қаншалықты көзге бірден шалынғанымен жуса кетеді. Жуса кетпейтін жүрекке әбден орнығып алған дақ бар. Ол қызғаныш пен жаман ниет. 18 қағида. Күллі әлемнің небір қатбары мен сансыз құпиясы адамның ішінде жасырылған. Шайтан бізді сыртта тоуырылдап жүрген қорқынышты мақұлық емес, ішіміздегі құпия үн, сұмпайы сыбыр. Шайтанды сырттан, басқалардан емес, өзіңнен ізде, әрі ұмытпа. Өзін таныған адам Раббысын да таниды. Басқаларды қойып өзімен өзі айналысқан адам түбінде сол еңбегінің сыйы ретінде жаратқанды таниды. 19 қағида. Өзгелерден сый-сияпат, көркем қарым-қатынас немесе сүйіспеншілік күтіп жүрсең, бұларды ең алдымен өзіңе жасауға борыштысың. Өзің сүймеген адамның басқалар тарапынан жақсы көрілуі мүмкін емес. Сен өзіңді жақсы көргенде ғана өмір саған тікен ұсынса да қуанасың. Демек, жақын арада гүл ұсынады деген сөз. 20 қағида. Жолдың аяғы қай жерге барып тоқтайтынын ойлай беру, бостан босқа күш-қуатты сарп ету. Сенің міндетің алғаш жасайтын қадамыңды ғана ойлау, қалғаны кейін өзінен өзі реттеледі. 25 қағида. Әрқайсымыз сан алуан сипаттарға ие болдық. Егер Алла барлығымыздың бір-бірімізден аумайтын бірдей болғанымызды қаласа, сөзсіз солай жарататын еді. Арадағы айырмашылықтарға құрмет көрсетпеу, әркім өзіне лайық ақиқаттарды басқаларға күштеп таңдауға тырысуы Хақ Тағаланың қасиетті қағидасына құрметсіздік саналады. 22 қағида. Аллаға шынайы ғашық кісі арақ шарап ішетін жерге кірсе де, ол жер ол үшін намаз оқитын орынға айналады. Ал керісінше маскүнем пенде пешітке кірсе де, ол жер ол үшін арақ шарап ішетін орынға айналады. Мұна дүниеде не істесек те біздің басқаша ететін түр әлбетіміз емес, ішкі ниетіміз болмақ. 23 қағида. Осынау дүние тіршілігі қолымызға аманат ретінде ұсынылған түрлі түсті ойыншық іспетті. Кейбіреулер ойыншыққа берілгені сонша сол үшін қайғырып көз жасын көлетеді. Кейбіреулер ойыншық қолына тиер тиместен әрі-бері айналдырып, сындырады да лақтырып тастайды. Осылайша дүниенің соншалықты бәсін арттырып, бағасын асырамыз. Не болмаса қадірін қашырамыз. Не нәрсе болса да шектен шығудан сақ бол. Сопы артық та кемде кетпейді. Кемел кісі әрдайым құба, төбел орта жолды ұстайды. 24 қағида. Адам баласы жаратылыс біткеннің ең қадірлісі һәм ардақтысы. Ендігі жерде өзінің жер жүзінде Алла Тағаладан тағайындаған халифа екенін ұмытпай, әр қадамын аңдап басып, осыған сай харекет жасауға тиіс. Басына жоқшылық келсе, бәле жалаға кез болса, түрмеге түссе, тіпті тұтынға алынса да еңсесін түк ұстап, көзін ашық, көңілі ояу халифасында харекет жасауға тартынбауы керек. 25 қағида. Жәннат пен жаһанамды тек қана болашақтан іздеме, екеуі де дәл қазір осы жерде. Қай жерде адамды пайда күтпей есеп-қисапқа негіздемей алыс берісі ойламай жақсы көре алсақ, жәннатта жүрміз деген сөз. Ал қай кезде дау-дамайға бейім тұрсақ, жек көру, қызғаныш пен қанды кекке байлансақ, сол сәтте-ақ жаһаннамда топ ете қалғанымыз.
26 қағида. Осынау ғалам бір тұтас болмыс, бір ғана жаратылыс. Бүкіл болмыс көзге көрінбейтін жіп арқылы бір-біріне байланған. Байқа, біреудің обалына қалып жүрме, өзгелердің, әсіресе өзіңнен әлде қайда әлсіз біреудің көңілін күйретпе. Төрткүл дүниенің бір жағындағы біреудің мұң-зары күллі адамзатты бақытсыз етуі мүмкін екенін әстен естен шығарма. Сол секілді біреудің бақыты барша адамға қуаныш сыйлауы мүмкін. 27 қағида. Мына әлем бейне бір тау шатқалы іспетті. Оған дауыстап не айтсаң, ол да саған соны қайталап жаңғырады. Аузыңнан бір жақсы сөз шықса, жақсы сөз жаңғырады. Ал жаман сөз айтылса, ол да жаңғырады. Олай болса, кім сен туралы жаман сөз бықсытып жүрсе, сен олы адам жайында 40 күн бойы тек қана жақсы сөздер айт. 40 күннен кейін көресің, барлығы өзгереді. Сенің көңілің өзгерсе, өмір өзгереді. 28 қағида. Өткен күндер санамызды торлап алған бір тұман деуге болады. Ал болашақ ол қиялдың пердесі ғана. Не болашақты біле алмаймыз, не өткенімізді өзгерте алмаймыз. Кемел кісі әрдайым қазіргі сәттің ақиқатына сай өмір сүреді. 29 қағида. Тағдыр деген өміріміз алдын ала жазылып, сызылып қойған деген сөз емес. Сондықтан, не істей аламын, тағдырыма осылай жазылған деп шарасыз күйге түсу надандықтың белгісі. Тағдыр жолдың барлығын емес, тек қана жолдың басты айрықтарын көрсетеді. Жүрілетін жол белгілі. Бірақ барлық бұрылыс пен қатпарыс жолаушының өзіне байланысты. Сондықтан, өмірге толықтай сезім жүреді деп айтпа. Не болмаса, мүлде шараспын деме. 30 қағида. Кемел адам өзгелер сөксе де, айыптаса да, өсек өтірікті қарша боратса да, тіпті жалаға тап болса да, аузын ашып ешкімге артық сөз, жағымсыз жауап қатпайды. Кемел адам өзгенің кемшілігін көретін емес, жасыратын адам. 31 қағида. Ақиқатқа жақындау үшін барқыттай балғын, жібектей жұмсақ жүрекке ие болу керек. Әр адам әр қандай жолмен жұмсауды үйренеді. Біреудің басына қайғы келер, біреудің басына ауру тап болар, біреудің жақыннан айырылып мұң құшар, біреулер тапқан дүниесін жоғалтар. Әйтеуір бәріміз жүрек қаттылығын жұмсартатын жолдан өтеміз. Дегенмен, біреулер мұндағы хикметті танып біліп жүрегін жұмсарады. Ал кейбіреулер өкініштісі күн сайын қатыгез пендеге айналады. 32 қағида. Ортадағы пенделерді бір-бірлеп алыс тастауға тырыс. Сонда ғана Алламен шынайы махаббатқа негізделген байланыс құра аласың. Өзіңнің ереже қағидаларың болсын, алайда бұларды өзгелерді айыптау үшін қолданба. Әсіресе пұттардан аулақ бол досым. Байқа, өзің дұрыс деп білген көзқарасыңды пұтқа айналдырып алма. Сенімің биік болсын, бірақ сенімің арқылы биіктен қарап тәкаппарланба. 33 қағида. Мынау әлемде әркім бір нәрсе болуға тырысып жатқанда, сен ешкім болма, адам бол. Соңында барып тірелер жерің еш нәрсе болсын. Негізі адамның шөлмектен ешқандай айырмашылығы болғаны жақсы. Шөлмекті шөлмек етіп тұрғаны сыртқы пішіні емес, іші. Сол секілді адамды адам етіп тұрғаны менмендігі емес, ешкім емеспін деген терең танымы. 34 қағида. Ақиқатқа мойынсыну әлсіздікте, селқостықта емес, керісінше мойынсыну алапат күшті талап етеді. Мойынсынған кісі тулаған толқынды соларға ала сұрмай, қауіпсіз аймақта ғұмыр кешеді. 35 қағида. Мына өмірде біз тек қарама қайшылықтар арқылы ғана ілгерілейміз. Мүмкін кісі өз ішіндегі теріс пікірлермен танысуы керек. Адам баласы кемел адам мәртебесіне қарай табандап жылжи береді. Сондай-ақ қарама қайшылықтарды қабылдай алу дәрежесіне қарай жетіле түседі. 36 қағида. Өзгелердің қулық сұмдылығына алаңдама. Егер біреулер жолыңа ор қазып, сені құлатуды көздесе, Алла да оларға ор қазады. Өйткені олар қазған орларына өздері құлайды. Бұл жүйе алыс-беріс негізінде жұмыс істейді. Бір түйір жақсылық та, кішкентай жамандық та қарымсыз қалмайды. Сыбдырлаған жапырақтың өзі оның ілімінен тыс емес. Сен тек қана осыған илансаң болғаны. 37 қағида. Алла өте нәзік есеппен жұмыс істейтін сағатты жасаған ұлы шебер.
Оның шеберлігі соншалық, әрбір нәрсе дәл уақытында орын алады. Не бір секунд ерте, не бір секунд кеш қалмайды. Әрбір адам үшін ғашық болатын мезгілі бар. Оған қоса өлетін уақыты да бар. 37-ші қағида. Өмірімді өзгертуге дайынмын ба? Деп сұрау ешқашан кеш емес. Қай жаста болсақ та, басымыздан қандай қилы заман өтсе де, толықтай жаңаруға мүмкіндік бар. Егер кешегі күн бүгінгі күннің айна қатесіз көшірмесі болса, ол өкініш. Әрбір сәт, әрбір дем шығарған сайын жаңару керек. Жаңа өмірге көз ашу үшін өлмей тұрып өлу керек. 39-ші қағида. Бөлшектер әрдайым өзгеріп тұрады. Тұтас дүние ешқашан өзгермейді. Бұл неден өткен әрбір ұры үшін оның орнын басатын тағы бір ұры туады. Көз жұмған әрбір жақсы адамның орнына басқа бір ізгі адам келеді. Барлық нәрсе өзінің орнында қалады. 40-ші қағида. Махаббатсыз өмір босқа кеткен есіл уақытты. Не істесем екен, Құдайға ғашық болып өтсем бе, болмаса өткінші дүние ме, әлде аспан әлеміне ме, жоқ әлде түр түске ғашық болайын ба деп сұрама. Бөлшек тағы бір бөлшекті тудырады. Ғашықтық сипаттауға және толықтауға мұқтаж емес. Ғашықтық өз алдына дара әлем. Сен оның не ішінде, не дәл ортасында, не сыртында емессің. Ғашықтық сағыныш. Денсаулық. Тәні саудың жаны сау. Денең жан нұрлы болса, жөнделмек. Шәкәрім Құдайбердіұлы. Адам баласы жан мен тәннен тұратын ғажайып жаратылыс. Бұл дүниесі мен ақыретіне мән бергені сияқты адам баласы жаны мен тәніне де солай көңіл бөлуі тиіс. Адамның денсаулығы жақсы болса, Алла тағала бойына дарытқан қабілет қарымды толық пайдалана алады. Нәтижесінде адамдық қарызын өтеп жетістікке жетеді. Көздеген мақсатқа жету үшін адамға ең әуелі ішкі энергия, бойдағы қуат қажет. Ал ол болмаған жерде жалқаулық пен еріншектік бой көрсетеді. Оған бастаған істі аяғына жеткізе алмайтын шалағайлық еріп жүреді. Желкеден кері тартып тұратыны кежір мінез. Абай айтқандай, ұйқылы ояу бой күйіс жағдайға тап болады. Қазақтың тәні саудың жаны сау деп мақалдайтыны сондықтан. Дініміз тәннің саулығына аса мән берген. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам мәшһүр хадисінде адам баласы қадірін білуге тиіс екі ұлы нығметті атап өтеді. Біріншісі денсаулық болса, екіншісі бос уақыт. Адам тіршілігі тыныс алу мен дем шығарудан тұрады. Осы процесс бір сәт тоқтаса, кез келген тіршілік иесінің өмірі аяқталады. Мәшһүрдің бір кем ішке, бір кем кері пәлсапасының мәнісі осы. Бұл процесс өз кезегінде адам денсаулығына тікелей қатысты болғандықтан, мәшһүр Жүсіп адамның денесі екі нәрсенің күшімен саламат тұрады. Бұл екі нәрсенің бірі қызыл қан, бірі бұзылған қара қан. Таза қызыл қан екі дем алыстың бірімен ауадан ішке қарай кері жүреді, жүрекке барып, жүректен әрі күллі денені аралап қайтуынан қара қан болып, тағы жүрекке келіп, дем алыс жолмен далаға шығып жүреді. Міне, құдіреттің шеберлігі. Ішке қарай кірген дем қызыл қан, далаға шыққан дем қара қан. Сол үшін айтылады: бір дем әрі, бір дем бері. Осы екі дем алыстың бірі тоқтаса, адам бірден өледі. Дей отырып, 6 нәрсенің маңыздылығын атап өтеді. Бірінші, бұл екі дем алысқа жақсы ауа керек. Адам өзін таза ауада сақтауы керек. Екінші, бұл екі дем алысқа күш беруге жақсы тамақ керек. Қазақ мақалында ауру астан, дау қатынастан деп айтылады. Үшінші, екі дем алысқа күш беруге әрекет өскін. Қазақша айтқанда қимыл қозғалыс керек. Төртінші, ұйқы мен ояулықты қалыбынан асырмай, кемітпей, орта әдетпен үйрету керек. Бесінші, шаттылық керек. Адам өз көңілін өзі төмендетпеуі керек. Қазақта ит өз құйрығын өзі алып жүрмесе, оны кім алып жүреді деген мақал бар. Оның мәнісі адам өз көңілін өзі көтеріп жүру керек деген сөз. Алтыншы, ашу, қорқу, өкініш сияқты сезімдерден аулақ болу керек. Бұл айтылғандардың бірде бірі адамда жоқ болса, ол ауруға шалдығады. Не қалпынан асып кетеді, онда да жаман болады. Аса қорыққаннан, аса қуанғаннан, не зор ашу қысқаннан өліп кеткендер де болған. Мәшһүр Жүсіптің денсаулықты күтуге қатысты атап өткен жоғарыда шарттарының ғылыми астары барын аңғару қиын емес. Аталған шарттарды ғылыми еңбектерден де кездестіруге болады. Бұл жайлы доктор Рахман Муджибурдың 2018 жылы жарық көрген «Как восстановить
утраченное здоровье атты еңбегінде айтылады. Ол әрбір шартты жеке-жеке кеңінен талдап, ғылыми тұрғыда түсіндіруге тырысқан. Кітаптағы сауатты тамақтануға қатысты мәліметтер осы еңбекке негізделіп жазылды. Денсаулықты күтуге қатысты мәшһүр жүсіптің жоғарыда айтқан таза ауамен демалу, сауатты тамақтану, қозғалыс, дұрыс ұйқы, көңілді көтеріңкі ұстау, уайым қайғыға салынбау шарттарына жеке-жеке тоқталып кеңінен талдау көрелік. Таза ауа ем. Қазір екінің бірі аллергиямын дейді. 10 адамның бірінің тыныс жолында ақауы бар. Іште жатқан сәбилерге жүрек қан тамырларының ауру диагнозы қойылып, осының бәрі бірден бір. Себепші лас ауа. Адам әр минут сайын 7-8 литр оттегіні ішке жұтып сыртқа шығарады. Ал жаттығу жасап, физикалық жұмыс жасағанда оттегіні бұдан да көбірек қажет етеміз. Бірақ бойымызға қаншалықты таза ауаны сіңіріп жүргенімізді білмейміз. Өркениетті заманның басты проблемасы таза ауаның тазалығы. Үйіміздің, көшемізде, еліміздің мәселесі. Жер бетіндегі адамның бәрі ауаның ластануынан зардап шегіп жатыр. Түрлі созылмалы аурулар, қатерлі ісік, лас ауаның кесірінен пайда болады. Үлкен қалалардағы зауыттар мен қаптаған көліктің түтіні сияқты ауқымды мәселелерді шеше алмасақ та, үй ішінің ауасын таза ұстауды үйренуіміз керек. Таза ауаның пайдасы. Жүрек ауруларын тудырмайды. Мүмкін ауаның жүрекке қатысы қанша дейтін шығарсыз. Ластанған ауамен тыныстанған жасушалар жүрекке 100% таза оттегін жеткізе алмайды. Осыдан түрлі аурулар туындайды. Таза ауа қарттықтың емі. Қарттық лас ауа салдарынан емес, жастың ұлғаюымен келген дұрыс. Ластанған ауа ағзаны тез қартайтады. Бетке әжем түсіріп, болшық етімізді босаңыстады. Сондықтан таза ауамен дем алуға тырысыңыз. Жас қалпыңызды сақтаңыз. Таза ауа денедегі қат мөлшерінің қалпында ұстауға көмектеседі. Су самыры бар адамдар үй ішіндегі ауаны таза ұстағаны жөн. Өйткені түрлі газ, химикатпен ластанған ауа қантты көтеруі мүмкін. Аулада өмір сүретіндер депрессия, стресске жиі шалдығады. Таза ауамен тыныстау, көңілімізді жайландыру ми жұмысын жақсартады. Әсіресе сәбилердің дамуына үлесі зор. Ауасы таза жерде жаттығу жасау, спортпен айналысу өнімді болады. Жоғарыда айтқанымыздай физикалық күш жұмсаған кезде оттегіні көбірек қажет етеміз. Ағзаны жаттығу кезінде таза оттегімен қамтамасыз ету үшін нәтижеге жеткіземіз. Бұл ой еңбегіне де қатысты. Үй ішінде ауа қалай ластанады деп ойлайтын шығарсыз. Расымен де үйдің ауасы сырттағы ауаға қарағанда 4-5 есе лас. Өйткені үй ішінде шаң жинайтын заттар көп. Мысалы, кереуеттің көрпесін күнде қақпаймыз, перделерді күнде жумаймыз. Ал олардың шаң міндетті түрде болады. Одан кейін тазалық үшін қолданатын химиялық қосындылар, қабырғаның бояуы да ауаны бүлдіреді. Олар түрлі химиялық элементтерді бөледі. Тіпті үйдегі пластик заттардың формальдегид пен трихлорэтилен бөлінеді. Сондай-ақ бактерия мен вирустар ылғал ауаға пайда болады. Таза ауаға қалай қол жеткіземіз? Табиғатпен дос болыңыз. Табиғат аясында жиі серуендетуді әдетке айналдырыңыз. Тым болмаса қалаңыздағы ағашы көп саябақтарға барыңыз. Үйді құрғылар арқылы желдетпеңіз. Бұл үй ішіндегі ауаны ғана айналдырады. Еш пайдасы жоқ. Оның орнына терезелерді ашып желдетіңіз. Ең тиімдісі үйде гүл өсіру. Гүл бөлмеңізді оттегімен байытады. Сондай-ақ ауа ылғалдандыратын сүзгі қолдануға болады. Бірақ олардың сүзгісін жиі ауыстырып тұруыңызды ұмытпаңыз. Адам үшін ең қажетті оттегі. Егер ол болмаса өмір жоқ. Біз демалып жүрген ауаның 21% оттегіні құрайды. Дені сау адамға осы 21% жеткілікті. Ал түрлі созылмалы сырқаты бар жандарға ағзаны әлсіретпеу үшін оттегінің көп мөлшері керек. Кейбірімізге қосымша уақыт аралығында қажет болады. Мұндай кезде дәрігерлер оттегіні терапиясын тағайындады. Бұл дегеніміз құрылғы арқылы ағзаға оттегі беру. Ағза үшін оттегінің жеткілікті болуы өте маңызды. Біздің барлық дене мүшеміздің дұрыс жұмыс жасауы оттегінің дұрыс жетуімен байланысты. Мидың дұрыс ойлануы, жүректің қанды айналдыруы, бүйрек пен бауырдың дұрыс фильтр жасауы, өкпенің тыныстауы оттегінің толықтай баруымен жүзеге асады. Егер адам ағзасында оттегі азайса, бірінші кезекте қан айналымы бұзылып, әрі қарай ішкі органдарға әсер ете бастайды. Әр жұтқан оттегіміз энергия. Оттегіні жаттығу кезінде көп қабылдаймыз, сондықтан спортпен дос болыңыз. Оттегі қалыпты болса, көңіл күйіміз орнықты, ұйқымыз тыныш, деніміз сау, есте сақтау
сақтауымыз қалыпты, көзіміз көргіш, сымбатты боламыз. Жаттығумен қатар оттегіні тасымалдауға көмектесетін тағам түрлерін де рационға қосыңыз. Балық, грек жаңғағы, зәйтүн майы гемоглобиндегі оттегіні байытса, қырыққабат, алма, алмұрт қандағы оттегіні көбейтеді. Сәбіз, авокадо, сельдерей, сарымсақ, құрма, банан ағзаны оттегімен байтып қана қоймай, күні бойы қуаттандырады. Өзіңізді сыйлауды өзіңізге таза ауа мен оттегі сыйлаудан бастаңыз.